Әңгімені бастамас бұрын арнаға тіркеле отырыңыздар. Алла тағала адам баласын бір-біріне мұқтаж етіп жаратқан. Әрбір адамға қуанышы мен қайғысын бөлісетін, шерін тарқататын, мұңын шығатын, керегінде ойнап күлетін, іс түскенде ақылдасатын дос керек. Сол үшін халқымыз адамның күні адаммен дейді. Дүниедегі ең ұлы сезімдердің бірі достық. Сондықтан жақсы достың адам өмірінен алар орны ерекше. Ол адамның айнасы. Адам баласы қоғамда дұрыс адам болып өмір сүруі үшін шынында да достарының орны ерекше. Асқар мен Әсет бала күннен бірге өсіп, бір нанды бөліп жеген, туған бауырлардай етене жақын болып кеткен нағыз достар. Тіпті олардың ата-аналары да бір атадан туғандай, тума-туысқа айналған. Нар тұлғалы қос жігіттің де жүрегі иман нәрімен сусындап, Алланың хақ жолында жүрген жандар. Кей кезде қайсы бірі болсын ерсі іс-әрекетке барса, бір-бірін жөнге алып, тәртіпке шақырып отырады. Бұл жолы жағдай мүлдем бөлек. Асқар досын қанша ақылға шақырып, жөнге салғысы келсе де, Әсет алған бетінен қайтар емес. Ауылға қаладан көшіп келген, иманы әлсіз, әурет жерін жасырмай, ашық-шашық киініп жүретін Мерей есімді аруға ғашық болып, махаббат сезімі есінен адастырды. Досым, мұсылман үмбеті қай кезеңде болмасын, бір-біріне бауыр екенін, мұсылмандар арасында ешқандай дұшпандық, талас-тартыс, жек көрушілік төбелес сынды оғаш әрекеттерге орын жоқ екендігін өзің де білесің. Мына ісің үшін сені бір-екі соққы мен тәртіпке салғымақ келіп тұр. Алла разылығы үшін құрылған достығымызға қиянат еткім келіп тұрған жоқ. Ол қыз сенің теңің емес. Ондай күнәһар қызды қайтпексің. Оған қол тигізбе. Мен оған ғашықпын. Досым, мынаны ұғын. Сен тіпті көз зинасын жасап жатқанында өзің аңғармай отырсың. Оның жұқа киімінен әуретіне көз тастағаныңның өзі сен үшін күнә. Мен оны жөнге салып аламын. Мен сені өзіме дос санап жүрсем, шын мәнінде сен менің дұшпаным екенсің. Мұнымен не айтқың келіп тұр? Бұл дүниеде азғындықта, күнә істерде ортақ болған достар ақыретте бір-біріне дұшпан болады. Ал имандылықта, тақуалықта дос болған жандар олардың қатарында болмайды. Тапсыршы Ибн Касир: Алланың разылығы мақсат етілмеген достық қиянат күні дұшпандыққа айналады. Тек Алланың разылығы қалаған достар ғана мәңгі дос болып қала бермек деген. Адамнан ұят кетсе, ұят та, ары да қоса кетеді. Оларсыз адамның бәрінде күтуге болады. Мейлі өзің біл, бірақ мені райымнан қайтаруға тырыспа. Өзің білесің, ескерту менің достық парызым. Мынаны есте сақта. Сен қандай болсаң да, мен сенің досың болып қала беремін. Досым, түсінші, мен өмірімді тек сол қызбен ғана елестете аламын. Онсыз маған өмір жоқ. Егер сен солай ойласаң өзің біл. Бірақ кейін жапа шегіп қалмасаң болар еді. Әсет сол күйі райынан қайтқан жоқ. Асқардың күнделік жазатын әдеті бар тұғын. Махаббат, ай ғашықтық ғұмыр десеңші. Өмір туралы өзіңше сырт шерткін келіп көңіл күй туралы күнделікке талай-талай сөз қалдырасың. Көктемнің жайма шуақ күндері, құстардың салып жатқан әндері, ғашықтықтың бір ауыз сөздері, бақыт жайлы әр адамның түсініктері күнделіктің әр бетінен табылып жатады. Ал Асқардың бүгінгі күнделігінің беті жан досының Мерей атты аруға ағынан жарылып, өз сезімін махаббат майданының нағыз қаһарманы ретінде көрсетуі болып отыр. Ол үшін киім кию стилін бәрін өзгертіп, досының мүлдем басқа адамға айналғанына жаны қынжылып бар шерін қағаз бетіне түсірді. Өз қарындастары бір сөзбен айтқанда етегін төсек,
Жеңін жастық етіп жүргізетін Әсеттің тәні ашық, иманы әлсіз қызға неліктен ғашық болғаны Асқар үшін беймәлім. Жұмбақ күйінде қала берді. Тіпті әке-шешесі де ұлының бұл ісіне қарсы тұра алмады. Алған бетінен қайтпай Әсет пен Мерей шаңырақ көтеріп ерлі-зайыпты атанды. Ата-ананың үміті ақталмай қалады ма деп елдің бәрі бұл отбасыға алаңдаулы. Алайда Мерей жұрт ойлағандай жаман келін болған жоқ. Келінді өмірге тез сіңісіп ақ, үйдің шаруасын дөңгелете алып кетті. Әсет үлкен жүк көлігін айдап, шетелден жүк тасып жүрді. Мұндай сәтте Асқар досының ата-анасына қолғабыс болып, азық-түлігін алып келуге көмектесіп баратын жеріне алып барып келіп жүретін. Әсетке де алысқа сапар шегіп, 2 айлап та үй бетін көрмей кететін сәттері болатын. Көп ұзамай Мерейдің аяқ ауыр екені қампиған ішінен ақ бұйым жұртқа белгілі болды. Әсеттің ата-анасының қуанышы қойындарына сыятын емес. Тұңғыш немерелерін асыға күтіп, көздері қуаныштан жайнап жүр. Анда-санда келінін базарға жұмсап тұратын енесі келінін мүлдем ешқайда шығармай, бар шаруаны өзі істеп, немересінің дін аман дүниеге келгенін қалап күтіп жүрді. Асқардың келіншегі Әсия әйелдер дәрігері болып қызмет атқаратын. Бір күні жолдасымен өзін мазалап жүрген оймен бөлісті. Асеке, осы маған бір ой маза берер емес. Не болды айтсаншы? Менімен бөліссең жеңілдеп қаларсың жаным. Бұл ойым сізге ұнамауы мүмкін. Мерейдің менің қабылдауымда 4-5 рет болғанын білесіз. Содан не болды? Егер бұл ойым қате болса, Алла тағалам мені кешірсін. Бірақ та айтпасам ішіме сыяр емес. Жаным-ау, неге созбақтап кеттің? Мерейдің жүкті болған кезі Әсеттің үйінде болған кезімен сәйкес келмейді. Иә, кейде есептеп жаңылып жатамыз. Бірақ мүлдем сәйкес келер емес. Сені түсінбедім. Мұнымен не айтқың келіп тұр? Оның болашақ сәбиі Әсеттен болмауы мүмкін. Егер Әсет 1-2 апта үйінде болмаса, мен бұлай ойламас едім. Оның 2 айлап үйінде болмасын өзіңіз білесіз ғой. Бұл ойыңнан арыл. Сен қателесіп тұрған боларсың. Олай болуы мүмкін емес. Сол сұрақтар маған маза берер емес. Сізді де ойландырып қойдым ба? Кешіріңіз мені. Ойланатын түгі жоқ. Олай болуы мүмкін емес. Самал апаның бұл немересін қалай күтіп жүргенін білесің бе? Осы кісі де 4%-тің анасы емес пе? Күдіктенсе, алдымен сол кісі күдіктенер еді. Алайда, болды тоқтат, кейде дәрігер екенмін деп, тым шектен шығып кететін болсың. Мен тек көңілімдегі күдікті ойымды ғана айттым. Сізге не көрінді соншама бұлданып? Иә, Мерей, кезінде жеңілтек қыз болғаны рас. Алайда қазір ата-енесінің разылығын алып отырған әп-әдемі келіншек. Ол жайлы бұлай ойлағаның дұрыс емес. Жарайды, сіз солай десеңіз солай-ақ болсын. Мен қателесіп тұрған болармын. Бәрі де бір Аллаға аян. Шындық бір күні судың бетіне қалқып шығарына сенемін. Әсия күйеуіне ренжулі күйде бұртиып теріс қарап жатып қалды. Әйелінің көзі жетпесе, жансақ сөйлемейтінін жақсы білетін Асқарды, келіншегінің бұл тұжырымдамасы жанына маза бермей, түні бойы көз іле алмай шықты. Таңертең шырылдап жатқан телефонның даусынан шошып оянып кетті. Самал апаның қоңырау соғып жатқанын көріп, тіптен шошынып, дауысы дірілдеп, телефонға жауап берді. Апау, амансыз ба? Аманбыз балам. Өзің қалайсың? Сені шошытып алдым ба? Таң атпай ұйқыңды бұздым ба балам? Жоқ, олай емес, бәрі жақсы. Айта беріңіз. Анау біздің келін бүгін қалаға бір туысының үйіне баратын еді. Қолың бос болса жеткізіп тастай аласың ба? Қалаға дейсіз бе? Автобуста селкілдеп, сәбиіне бірдеңе болып қалады ма деп ойлап отырмын. Жарайды апа, жеткізіп салайын. Рахмет балам, береке тап. Асқар келіншегін жұмысына жеткізіп салып, ары қарай досының үйіне соқты.
Самал апа ыстық нан мен шайын әзірлеп, Асқардың жолын тосып отырған екен. Наннан ауыз тиіп, Мерей екеуі жолға шығып кетті. Көліктің алдыңғы орындығына жайғасқан Мерей ақырындап әңгіме бастайды. Асқар, саған ризамын. Дос деген сендей-ақ болса шіркін. Әсеттің бар міндетін өз мойныңа артып жүрсің. Оның жүрісі болса мынау. Қолдан келгенше көмектесуге әзірмін. Келіншегінің айтқан сөздері еш ойынан кетпей көңілі көпті болып отырған Асқар арасында Мерейдің ішіне қарай көз жүгіртіп қояды. Тіпті қалың ойға батып отырып Мерейдің сөздеріне мән берер де емес. Мерей иығынан түрткен соң ғана ұйқыдан шошып оянған адам құсап селк ете қалды. Асқар, сенде бәрі дұрыс па? Ұйықтап отырсың ба немене? Бәрі дұрыс. Тек аздап ойланып кетіппін. Сені мазалап жүрген не ой соншама? Әлде жаңадан үйленген соң түнгі жұмысың ауырға соғып жатыр ма? Нені меңзеп отырғанын ұғындырған адам ұқсап, Асқардың шаттысынан бір түртіп, қол жүгіртіп еді. Жігіттің денесі дір ете қалды. Мұндай ерсі қылықты күтпеген Асқар сасқанынан аузына сөз түспей, жұмған аузын ашпай отыра берді. Әйел болған соң, жарыңның жанында болғанын қалап тұрады екенсің. Кейде Әсеттің айлап үйде болмасына ырзам келеді. Оған да оңай емес. Отбасын, ата-анасынан жырақта жүреу. Оның жоқтығын сездірмеу үшін барымды салып жүрмін. Көмек керек болса қысылмай айта бер. Қойшы Распа, бірақ оның кейбір шаруаларын сен атқара алмайсың. Мерей қайта-қайта жігіттің денесін сипалап қояр емес. Оның нені меңдеп отырғанын Асқар түсінсе де, түк түсінбеген адам құсап, мыңқ етпей отыра берді. Діттеген жеріне жетіп, Мерейді сұраған орнына алып барды. Қаланың бір қуысында орналасқан көп қабатты үйлердің біріне келіп тоқтады. Мерей, мінекей сұраған жерің осы. Рахмет, мүмкін менімен бірге жүрерсің. Мен бе? Жоға, рахмет. Үйленіп, қанжығаң майланып тұрған соң, бас тартып отырсың ба? Бойдақ болсаң аш қасқырдай, бас салушы едің өзің-ақ. Мерей мол жолы тым шектен шығыпты келей жігіттің жыныс мүшесінен бір түртіп өтті. Мерей, менің ауылымда шаруаларым бар. Өтініш, түсіп қаласың ба? Сен де досың ұқсап менен құтылғанша асықсың ба? Ол да үнемі келген соң кетуге асығады. Мен соншама жаман адаммын ба? Жоқ, олай емес. Онда неге бәрің менен қашқақтап жүрсіңдер? Мерей, сен жылап тұрсың ба? Жоқ, жай ғана көңілім босап кетті. Мейлі, кетсең кете бер. Асқар досының әйелінің ойын бірден ақ түсінді. Жанына маза бермей бара жатқан күмәнді ойдан арылу үшін көліктен жүгіре шығып Мерейдің артынан қуып жетті. Мерей, тоқташ, өтініш. Жарайды, сенімен бір кесе шай ішуге дайынмын. Қалайша, рас айтасың ба? Иә, қане жол таста. Әрі сенің туыстарың да танысып біраз әңгімелесіп қайтайын. Досымның қайын жұрты қандай екенін көрейік. Мерейдің жүзіне қан жүрмей реңі бозарып кетті. Асқар өз ойының алдамағынына сене бастағандай. Әпкем үйде жоқ, ол кешірек келеді. Солай ма? Қап әттеген-ай. Танысамын ба деп едім. Жарайды онда. Мерей жол бастап, жоғары қабатта орналасқан пәтерге Асқарды алып барды. Есікті кілтпен ашқанын көргенде Асқар одан әрі таңдана түсті. Самал апа, сені қонаққа барады деп еді. Сен қонақ емес, үй иесі секілдісің ғой. Дәл таптың. Негізі бұл үйдің иесі менің әкем. Туысқан әпкем уақытша тұрып жатыр. Сондықтан менде де үйдің кілті бар. Айыпқа бұйырма. Таңданып сұрағаным ғой. Кірсеңші, төрлет. Екеуі бірге пәтерге кіріп, Асқар диванға жайғасты. Ал Мерей болса, жатын бөлмеге кіріп киім ауыстыруға кіріп кетті. Жан жағына көз жүгірткен Асқар бұл үйде көптен бері адам аяқ баспағанын бірден ұғынды. Келте көйлек киіп, боты жалтырап шыққан Мерейді көрген жігіттің екі көзі
шаранасынан шығып кете жаздады. Екі шыны аяққа шай демдеп келіп, Асқардың жанына жайғасты. Ал жігіт, қане баста, әңгімеңді айтсаңшы. Мұндайда аузыңа сөз түспей қалады екен. Ендеше, өзім-ақ іске кірісейін. Үйленген қалай екен? Түнгі өмірдің ләззатына бөленіп жүрсің бе? Иә, әйелім керемет жан. Егер Асияның кемшіл тұстары болса, 2/1 болайық деп не айтып кеттің? Қойшы, егер аңсарың аумаса бұл жерде отырмас едің ғой. Сен мені түсінбеген адам құсап отырмашы. Мерей, қолыңды тарт. Әсеттің орнын білдірмеймін дегенің қане? Оның орнына менімен төсектес болуға келген жоқсың ба? Әр адамның өзінің ешбір жан өтей алмайтын парызы болады. Сенің жарың Әсет. Бұл оның парызы. Саған рахмет айтқым келеді. Не үшін? Келіншегім Асияның өте керемет, сезгіш, алғыр, өз ісінің маманы екенін маған дәлелдеп бердің. Түсінбедім. Құрсағыңдағы сәби жайлы айтып отырмын. Сонда қалай? Не айтқың келіп тұр? Бұл баланың әкесі кім? Мен де қызық сұрақ қойдым ба? Оның кім екенін өзің де білмейтін боларсың. Қызық, Әсеттің орнына қанша еркек оның парызын орындады екен? Өшір үніңді. Бұл баланың әкесі Әсет. Одан басқа ешкім емес. Күйеуінің ең жақын досына төсектес болуға ұсыныс жасаған әйел өзге еркектермен не істемейді дейсің? Алдымен досымды менен тартып алдың. Иманынан айырдың. Енді келіп оны тозақтың отына күйдірмексің бе? Үніңді өшір деймін. Ғалымдар әйел тозаққа түсетін болса, 4 еркекті өзімен бірге ала кетеді. Ол кім десеңіз, әкесі, ағасы, інісі және күйеуі. Бұл осы 4 кісі әйелдің түзу жүруіне жауапты деген сөз дейді. Оның айтуынша, әкесі қызының киіміне, жүріс-тұрысына бақылау жасамаса, телефонмен кіммен сөйлесіп, не көріп жатқанын қарамаса, ағасы мен інісі немқұрайлы болса, ертеңгі күні күйеуі де сондай біреу болып шықса, бұл адамдар жауапқа тартылады. Мен оған жол бермеймін. Құрсағыңдағы сәбидің еш жазығы жоқ. Оған жаным ашиды. Алайда досымның сен секілді шайтанның кесірінен тозақтың отында болғанын қаламаймын. Сен маған ештеңе жасай алмайсың. Әсет мен десе ішкен асын жерге қояды. Сен өз еркіңмен Әсеттен бас тартасың. Жоқ, ешқашан. Олай болса мен мына сенің сөздеріңді аудиозаписке жазып алғанмын. Бұл записте мені төсектес болуға шақырғаның айдан анық естіледі. Не сен өз еркіңмен Әсеттің өмірінен кетесің? Немесе мен бұл хабарламаны бүкіл жұртқа тарататын боламын. Олай жасама. Мен тек сені сынап көргім келді. Әсеттің шынайы досысың ба? Әлде жоқ па, соны білгім келген. Сол үшін бәрін өтірік істедім. Мені кешір. Мұның бәрі ойын. Мен саған жас бала емеспін. Ертеңіңе сенетін ақмақ дейсің бе? Қолың болайын, олай жасама. Мына бейкүнә сәбиді ойласаңшы. Оған не болмақ? Мені баламмен кім қабылдайды? Оның өміріне сен жауаптысың. Өзің шешімін тап. Асқар ашулана үйден шығып кетті. Досының өміріне араласқаны жөнсіз екенін біле тұра, мұндай шешімге келгені жанына батып барады. Алайда досын мынандай әйелге қияр емес. Асқар Мерейге талап қойып, уақыт берсе де, Мерей өз еркімен Әсеттен кете қоймады. Кезекті сапардан оралған Әсет келіншегімен мәз-мейрам болып жүрді. Асқар болса досы үшін алаңдап, жанын қоярға жай табалар емес. Мерейді соңынан аңдып, оңаша сәтін тосып жүрген Асқар сәті түскен бойда оны қолға түсірді. Сен қашан кетпекшісің? Сенің ойың қандай? Мына записті бүкіл жұртқа жария еткенімді қалайсың ба? Мен кетемін. Онымен соңғы күндерді өткізуге рұқсат бер. Асқар бұл жолы Мерейдің рас сөйлеп тұрғанына иланбай сенді. Араға бірнеше күн салып,
Мерей мен Әсеттің қатты дауласқаны жөнінде, тіпті Әсеттің жүкті әйеліне қол көтергені жайында ел арасында өсек гу ете қалды. Мерей сол кеткеннен қайта оралмады. Әсеттің көңілін қатты қалдырғаны соншама, ол әйелінің артынан бірде-бір рет іздеп бармады. Бәрінен де бұл оқиға Самал апаға ауыр соққы болды. Дегенмен, уақыт бәрін емдеп, Әсет иманды, салихалы әйелді өзіне жар етті. Қайтадан иманға бет бұрып, кішігірім жүк көлігін алып, алысқа ұзамай-ақ ауылда өз шаруасын жасап жүрді. Жазықсыз сәби үшін алаңдап, жанын қоярға жер таппаған Асқар болса, Мерейді іздеп тапты. Жалғыз өзі ұлымен бірге өмір сүріп жатқанын көріп, иығынан ауыр жүк түскендей болып жеңілдеп қалды. Оған бақыт тілеп, өз теңін табуына тілектес болып қала берді.